Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы ата-анамды үлгі тұтамын. Сонымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Жауапкершілік, орысша аудармасы ответственность. Адамның өз іс-әрекетіне, сөзіне, міндетіне есеп бере білу, өзіне тапсырылған істі орындауға міндетті болуы. Келесі талап қою. Талап қою деген это предъявление требования. Немесе требовать деп айтуға болады. Біреуден белгілі бір нәрсені орындауды, шартты, міндетті сақтауды сұрау, міндеттеу. Қадағалау, бұл жерде контроль немесе надзор, белгілі бір істің орындалуын, тәртіптің сақталуын бақылау, тексеріп отыру. Балажан сөзі бұл любящий детей деген сөз. Баланы ерекше жақсы көретін, баласына шектен тыс мейірмен қарайтын адамды балажан деп айтады. Алдымен бірінші тапсырмадағы өлеңді мәнерлеп оқып, онда кім туралы айтылғанын анықтайық. Бала деп түнде шошу оянған. Түн ұйқысын 4 бөліп, түнде бесік таянған. Сенің асыл тірегің, мейірімді жүрегі, ойлап ылғи қамыңды, қамқорың боп жүреді. Ол кім деп ойлайсыңдар? Әрине, ол біздің анамыз. Келесі жазылым тапсырмасына назар аударыңыздар. Мұнда суретке қарап, ана мейірі тақырыбында шағын мәтін құрап жазу керек. Содан кейін алдыңғы сабақтарда біз сіздермен өткенбіз. Деректі және дерексіз зат есімдермен көптік мәнді есім сөздерді қолдану керек. Жарайсыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Келесі мәтін тыңдаңыздар. Ата-анамды үлгі тұтамын. Менің атым Анель, мен 6-шы сыныпта оқимын. Біздің отбасымыз шағын, әкем, анам және мен. Біздің отбасымыз өте тату. Әкемнің мамандығы заңгер. Ол кісі өте білімді, талантты, жауапкершілігі жоғары адам. Ол маған қатал талап қояды. Жақсы оқуым керек екенін айтады. Жақсы, әділ адам бол. Сонда сені қазір отбасымыз кейін өскенде отаның мақтан етеді дейді. Менің анам емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Науқастарды емдейді. Менің анам ақылды, мейірімді жан. Әкем де, анам да өте балажан. Олар мені жақсы көреді, еркелетеді. Сабағымды жақсы оқы, жақсы үлгілі оқушы бол деп үнемі айтып отырады. Ата-анам менің сабағымды, тәртібімді қадағалап отырады. Мен ата-анамды үлгі тұтамын, оларды мақтан етемін. Өскенде сол кісілерге ұқсағым келеді. Сөйтіп, еліме қызмет еткім келеді. Өйткені отан отбасынан басталады. Мәтінді тағы да өздеріңіз бір-екі рет оқып шығыңыздар. Содан кейін 4-ші тапсырмаға көшесіздер. 4-ші тапсырмада мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексеріп, түсіндіресіздер. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, өздеріңізді тексеріңіздер. Жазылым тапсырмасында жеке сөздерден сөйлем құраңыздар. Сөйлемді үлгідегі формула бойынша жазасыздар. Бәрі түсінікті болса, іске сәт. Керемет, өздеріңізді тексеріңіздер. Келесі тапсырмада сын есімнің түрлерін естеріңізге түсіруге тура келеді. Өйткені мәтіндегі сын есімдерді тауып,
түрлерін ажыратасыздар. Тамаша. Өздеріңізді тексеріңіздер. Алдарыңызда мәтін бойынша жоспар құрылған екен. Сол жоспар бойынша енді мәтіннің мазмұнын айтыңыздар. Келесі тапсырмада берілген сөздерден сөйлем құрайсыздар. Және де жазған сөйлемнен дерексіз зат есімдерді табасыздар. Ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Сіздерге бірнеше тақырып берілген. Сол тақырыптардың бірін таңдап, мәтін құрап жазыңыздар. Жарайсыздар. Үлгі ретінде мына мәтінге назар аударыңыздар. Оныншы тапсырмадағы диалогты оқиық. Сәлем, Айжан. Сәлем. Сен кімді үлгі тұтасың? Анамды үлгі тұтамын. Ал сенші? Мен ұстазымды үлгі тұтамын. Сенің ұстазың қандай адам? Менің ұстазым өте жақсы адам. Ұстазым адал, еңбекқор, балажан. Ал сенің анаң қандай адам? Менің анам ақылды, мейірімді, жауапкершілігі мол адам. Сонымен балалар, осы үлгіні пайдаланып, бір-біріңмен сөйлесіңдер. Мысал ретінде мына құрылған диалогқа да назар аударыңыздар. Тура осындай өз диалогтарыңызды құрыңыздар. Алдарыңызда тірек сөздер берілген. Осы тірек сөздерді қолданасыздар да, өздеріңіздің үлгі тұтатын адам туралы жазыңыздар. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Өздеріңіздің мәтіндеріңізді алдағы мәтінмен салыстырыңыздар. Балалар, ата-ананы құрметтеу әр адамның басты парызы. Олар бізге өмір сыйлап, тәрбие мен білім береді. Сондықтан, сол себепті бізде ата-анамызды сыйлап, оларға қамқор болып, әрдайым құрмет көрсетуіміз керек. Ата-ана өмірдегі асыл жандар. Қамқор болып, ақ тілекпен басыңда алар. Сыйлап өт, оларды әрбір уақытта. Құрметтесең, қайтпайды жасаған нар. Ата-аналарың аман болсын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.